Ассалаумағалейкум аға. Оғалейкум ассалам. Бақыты бол айналайын. Рахмет аға. Счетчигіңізді қарап кетейін деп келгем. Өзің келіп қарамасаң, мен көзім көрмейді. Жарайды. Бақыты бол айналайын. Ассалаумағалейкум. Оғалейкум ассалам, аман бол. Міне, телефоныңа түсірмін сөйтші. Жарайды. Жаңағы келініңіз бе аға? Иә. Сонда сізге сәлем салып жатыр ма? Иә, біздің жақта қалыптаспаған әдет қой. Сонда да бірақ келінжан күн сайын иілетте тұрады, сосын бізде қарсы болған жоқпыз. Қызық. Мұндайды күнде көре бермегесін сұрап жатқаным ғой. Жассың ғой, әлі талайды көресің. Қай жақтың қызы болады аға? Оңтүстіктің қызы, бірақ батыстың келіні. Осы аға сұрайын дегем, бізге сәлем салу керек пе? Ескіліктің сарқыты демекші, қазір заман басқа ғой. Оның үстіне шариғатымызда қарсы сияқты. Шайнағаның ас болсын. Шариғат қарсы деп кім айтты? Енді ақилардың жанына барсан солай дейді ғой. Құдайға серік қосу, ширк деген тағы бар. Енді аға, сіз маған ренжімеңіз. Мен жай естігенімді айтып жатқаным ғой. Естігеніңнің бәрін айта беру өтірікші болуыңа жетіп жатыр. Қазір осы субординация дегенді көп қолданасыңдар ғой. Баяғыда деймін-ау, қонақта отырғанда бір келіншек, келінім екеуміз, подружкамыз, бір-бірімізге ойымызды ашық айтамыз деген. Арада біраз уақыт өткенде әлгі келін еркінсіп, қит етсе бетке шауып, жағадан алады дейді. Ал егер келін ата-енесіне сәлем салып жүрсе, арада сыйлы орта қалыптасады. Онымен қоса келіннің үлкен тәрбиесі көрінеді. Егер сәлем салуды барлық өңір әдетке айналдырғанда, қазіргідей ене мен келіннің арасында бет жыртысу болмас еді. Бұның бәрін әулеттегі сыйластықтың жібін үзбеу үшін қалыптасқан дүние ғой. Ал әлгі сәлем салуды ширк деп жүрген білгіштерің айтты. Сәлем салуды ширк деген бірде-бір хадис жоқ деп. Тіпті әлсіз хадистің де кездеспейтінін жеткізерсің. Айып етпеңіз аға, кінә менен. Жассың ғой әлі, көрерің алда. Жарайды аға, жүре берейін. Жақсы, жолың болсын. Әмин, рахмет.